Сәлеметсіңдер ме балалар? Математика сабағының 45-ші сабағына келдік. Сабақтың тақырыбы пысықтау. Сабақтың мақсаты бүгін сендер нөлдермен аяқталатын көп таңбалы сандарды бөлу алгоритмін қолдануды үйренетін боласыңдар. Алдымен бірінші тапсырманы орындаймыз. Өрнектерді жаз және олардың мәнін тап. Сонда сен тарихи мәдени ескерткіштер қайдан табылғанын білесің. Міне мынау тапсырманы орындап, біз қай ескерткіш қай жерден табылғанын табатын боламыз. Бірінші 25 мың мен 5 сандарының көбейтіндісінен 363 мың мен 30 сандарының бөліндісін азайт. Бірінші өрнек құрып жазамыз. Біріншісін жазып қойдым. 25 мыңды 5-ке көбейтеміз. 363 мыңды 30-ға бөлеміз. Шыққан сандарын азайтамыз. Өйстіп, үшеуінде өрнек құрып шығарамыз. Қай сурет, қай ескерткішке тән, қай жерден табылған. Қане орындайық. Орындап болсақ, тексерейік. Бірінші сурет, бірінші ескерткіш Бестерек Шығыс Қазақстан облысынан табылған екен. Екінші суреттегі ескерткіш Есік Қорған Алматы облысынан. Білесіңдер, алтын адам табылды, я. Үшінші сурет тегі ескерткіштер Тамғалы Тас Шатқалы Алматы облысында екен. Жақсы, келесі. Екінші тапсырмаға қараймыз. Екінші тапсырмада түсіндіре отырып есепте дейді. Ал түсіндіре отырып есептейік. 835 санын 500-ге көбейт дейді. 835 санын барлығын балалар баған түрінде шығарамыз. Артындағы 0-ге мән бермейміз дедік. Алдымен мынау сандармен көбейтіп шығамыз. 835, 5 жерде 5-ім 25, 5-ін жазамын. 2-сі ойда, 3 5-ім 15, ойдағы менен 7. 8 жерде 5-ім 40, ойдағы мен 41. Әр санды әр шақпаққа жазамыз. Мынау 2 0-ді соңында тіркей саламыз. Келесі 542-ні 600-ге қалай көбейтеміз? Мұнда да сандарды көбейтіп аламыз. 2 жерде 6-ым 12, 1 ойда, 4 24, ойдағы мен 25, 5-і түсіп, 2-сі ойда, 6 жердегі 5-ім 30, ойдағы мен 2 мен 32 болады екен. Соңында 2 0-ді тіркейміз. Енді бір бөлу шығарып көрсетейін. 373 мың 800-ді 600-ге қалай бөлем? Алдымен бөлгіштің артындағы 2 0 бар, бөлінгіштің артында 2 0 бар екен. Екеуін қысқартамыз. Бөлгіштің артындағы 2 0 мен бөлінгіштің артындағы 2 0-ді қысқартамыз. Енді 6 ғана қалды. 6-ны 3738-ге 6-ны бөлеміз. 3 6-ға бөлінбейді, сондықтан 37-ні аламын. 37-нің ішінде 6 неше рез бар? 6 рез бар. 6-дан береміз. 6 жердегі 6-ым 36 екен. 36. 7-ден 6-ны аламын. 1. 1 6-ға бөлінбейді. 3-ті түсіремін. 13-тің ішінде 2 рез бар. 2-ден беремін. Так, мына жердегі 6-мыз өшіп кетті. 12. 3-тен 2-ні аламын. 1. Енді біз 8-ді түсіреміз. 8-дің астына 8-ді түсіреміз. Енді 3-тен береміз. 18-дің ішінде 6, 3 рез бар екен. 3 жердегі 6-ым 18. Азайтамын, 0 шықты. Сонда 373 мың 800-ді 600-ге бөлсем 623 саны шығады екен. Қалғанын тура осылай баған түрінде өздерің шығарасыңдар. Енді
Үшінші тапсырманы да дәл осылай баған түрінде шығарамыз. Төртінші тапсырма тиімді тәсілмен есепте. 1251-ді 4-ке көбейту үшін көбейтеміз және оны 5-ке көбейтеміз дейді. Тиімді тәсіл қалай болады? Бізге тиімді тәсіл 1251-ді жақшаның сыртына шығарып, 4 пен 5-ті көбейтіп, шыққан санына 1251-ді көбейткен ыңғайлы. 4 жерде 5-іміз 20 шығады. Енді 1251-ді 20-ға көбейткен ыңғайлы. Өйткені 0-ін есептемейміз, 2-мен көбейтіп шығамыз. 0-ді артына тіркей саламыз. Осы тиімді тәсіл болады. Келесі бағандағы біріншіні шығарып көрсетейін. 5-ді 3142 көбейту 4 дейді. Бұл жерде де 3142 жақшаның сыртына шығарып, 5 пен 4-ті көбейтіп алып, 20-ға болады екен. 3142-ні 20-ға көбейткен ыңғайлы. Біз тиімді тәсілін тауып, осылай қалғанын барлығын осындай тиімді жолмен шығарамыз. Келесі 5-ші тапсырмада қандай шамалар белгісіз, оларды қалай табуға болатынын түсіндір дейді. Жылдамдық, уақыт, ара қашықтық. Жылдамдықты V-мен белгілейміз, уақытты T белгілейміз, ара қашықтық S. Бізде біріншісінде A-сы деп аламыз. Жылдамдық 5 км/сағат, уақыт 2 сағат, ара қашықтық белгісіз. Ара қашықтық белгісіз болғанда қандай формуланы қолданушы едік? Соны табамыз. Жылдамдық 5 км/сағат, уақыт 2 сағат. 2 сағат, 1 сағатта 5 км жүрсе, 2 сағатта неше километр жүреді? S-ті табу үшін не істеуші едік? S белгісіз болғанда жылдамдықты уақытқа көбейтеміз. Келесі екіншісінде дәл солай шығарамыз. Жылдамдық 60 км/сағат, уақыт белгісіз, ара қашықтық 480 км. Мұнда енді уақыт белгісіз. Уақыт белгісіз болған кезде қандай амалды қолданатын едік? Соны шығарамыз. Өйстіп 5-ші тапсырманы аяғына дейін орындаймыз. Келесі 6-шы тапсырма. 6-шы тапсырма музейде, 6-ның асы музейде 20 шкафтың әр қайсында 7 сөреден бар. Әр сөреге 50 жәдігердер қойылған. Музейде барлығы қанша жәдігер бар дейді. Бір шкафта 7 сөреден болса, бір сөреге 50 жәдігер қойылса, 20 шкафта неше сөре болады? 20 шкафта неше сөре болады? Және барлығы қанша жәдігер болатынын табуымыз керек. Ол үшін біз не істейміз? Қандай амалды қолданамыз? Бір шкафта 7 сөреден болса, 20 шкафта неше сөре болады? Соны тауып аламыз. Бір шкафта 7 сөреден болса, 20 шкафта неше сөре болады? Енді сол сөредінің бір сөреде 50 жәдігер болса, біздің тапқан барлық сөремізде қанша жәдігер болады? Барлығы соны табамыз. Бұны өздерің ойланып шығарамыз, екі амалды қолданамыз. Әзі шаршының қабырғаларының ұзындығы b метр, шаршының периметрін және ауданын көрсететін өрнекті жаз дейді. Мұнда енді өрнек жазамыз. Ұзындығы белгілі b, периметрі белгісіз, ауданы белгісіз. Так, мұнда мына жаққа кетіп қапты ғой. Мұнда кетіп қалған. Мұнда қоямыз. Ауданын тапқанда метр квадрат болады. Периметрін қалай табушы едік? Периметрін тапқан кезде барлық қабырғаларын қосатынбыз. Шаршының ұзындығы b. Бұны 4 рет қосамыз.
Ауданын тапқан кезде не істеуші едік? Ұзындығы мен енін көбейтеміз. Өрнегін ғана жазамыз. Ал бірге жазайық. Периметрін тапқанда бізде Б белгілі. Б-ны 4 рет қосамыз. Периметрді тапқанда барлық қабырғаларын қосамыз. Ал шаршының ұзындығы Б метр дейді. Б деген шаршы дегеніміз барлық қабырғасы бірдей. Ал ауданды тапқан кезде Б-ны Б-ға көбейтемін. Сонда тең Б-ның квадраты шығады. Жауабы периметрі 4 Б. 4 Б дегеніміз 4 қабырғасы бар, Ауданы Б-ның квадратына тең. Келесі Б-сы. Қораптың өлшемдері ұзындығы Б сантиметр, ені 50 сантиметр, биіктігі К сантиметр. Қораптың көлемін көрсететін өрнекті жазып. Мұнда да көлемін енді көлемін тапқан кезде не істеуші едік? Көлемді тапқан кезде А-ны, Б-ны, С-ны көбейтеміз, А-ны Б-ға, оны С-ға көбейтеміз. Ал енді А-мыз Б сантиметр. Оған көбейтеміз 50-ді. Оған көбейтеміз К-ны. Жауабы не болады? Жауабы қораптың көлемі Б көбейту 50 көбейту К болады екен. Б көбейтулері ұшып қалды. Осылай жазамыз. Келесі 7-ші тапсырма. 7-ші есеп. Ұлттық киімдерді безендіру үшін шеберлер әрқайсында 1406 су моншақ бар, 30 қорап жұмсады. Оларда әлі әрқайсында 1400 су моншақ салынған 20 қорап бар. Шеберлерге барлығы қанша су моншақ қажет болды дейді. Қысқаша берілген 30 қорап 1460 су моншақтан, 20 қорап 1400 су моншақтан. Сонда барлығы қанша су моншақ болды? Үш амалды қолданамыз. Алдымен 30 қорапта әр қайсысында 1400 су моншақтан болса, 30 қорапта барлығы қанша су моншақ болды? Әр қайсысында 1400 су моншақтан болса, 20 қорапта барлығы қанша су моншақ болды? Одан кейін барлығы 20 қорап, 30 қорап, 50 қораптың барлығында қанша су моншақ болды, соны табамыз. Осыменен қалған 8-ді тиімді тәсілмен есептем. Ұқсас тапсырмалар құрастыр дейді. Тиімді тәсілмен есептейміз. 9-дың әсін баған түрінде есептейміз, шығарамыз. 10-ды, 11-ді шығарамыз өзіміз. Бүгінгі сабағымыз аяқталды. Үй тапсырмасы 10 мен 11-ді орындаймыз. Сау болыңдар.